Баршаңызға қайырлы күн. Бізде бүгін 3D макияж. 3D макияж көбінесе невесткаларға жасалады. Және ерекше бір кештерге, мерекелік өзіңізді бір ерекше етіп көрсету үшін жасауға болады. Олай болса бастайық. Әдеттегідей бетімізді тазалап, тоналкамызды, пудрамызды бәрін жағып, хайлайтер, корректор бәрін жағып алдық. Енді көз бізде. Көзді бояп бастау үшін бізде ең бірінші осындай қоңыр тень қолданып бастаймыз. Қоңыр. Көздің соңғы бөлігіне қоңыр тень жағамыз. Растушевкалап жағып отырамыз. Осы қоңыр теннің үстінен енді біз қара тень жағатын боламыз. Қара түсті. Не? Бірден растушевка жасап жағып отырған дұрыс. Міне таратылып жатыр жан-жаққа растушевка. Міне қара мен қоңыр түсті боядық көзімізге. Енді келесі алдыңғы бөлікке ашық түс жағамыз. Жылтыр түстер жақсаңыздар да болады, немесе матовый түстерде жақсаңыздар болады. Мен қазір мына бір түсті қолданғым келіп отыр. Ашық қоңырлау түсі екен. Қоңырға жатпайды енді. Кішкене одан да ашықтау. Осы түсті қолданам. Жан-жағына түскен тенді осылай алып тастап отырған дұрыс. Келесі көздің астыңғы бөлігін бояп алайық. Үстіңгі бөлігі бізде қара мен қоңыр болды. Сондықтан астыңғы бөлігіне де қара мен қоңыр түсті араластырып жағамыз. Көзді үлкейту мақсатында ақ карандаш қолданамыз көздің астына. Сол кезде көзіңіз үлкен болып көрінеді. Көздің астыңғы бөлігін бояймыз осылай. Төменге қарай осылай тартып бояған дұрыс болады. Келесі бізде 3D жасау үшін, енді осы жерін мұқият тыңдап алыңыздар. Ақ жылтыр тень аламыз.
немесе аппақ түсті болса да болады. Негізі жылтыр болған дұрыс, ақ түсті. Соны алып, мына көздің бөлігіне, мына бөлігіне жағамыз. Енді мұқият осы жерді қарап отырыңыздар. Менің жылтыр ақ тенім салонда қалып қойып еді. Карантин деп жабылып қапты. Сол үшін жылтыр емес, матовый болып тұр. Бірақ жылтыр тен қолданған дұрыс болады. Мен енді қазір консилер жағып, пигмент қойып көрейін. Ең бастысы, осы линияны мұқият көріп алыңыздар міне. Көздің мына ең басталған бөлігі. Консилер жағып жасап көрейін мен қазір. Көз визуально үлкейеді сол кезде. Осы бөлікке жағамыз және осының үстінен енді мен пигмент қойып шығам жылтыр. Өйткені жылтыр ақ тен менде болмай тұр. Аппақ жылтыр тенмен жақсы шығады негізі. Ең бастысы техникасын біліп алсаңыздар болды. Келесі бізде қара тенімізден кішкене қосайық. Енді келесі кірпігімізді қоямыз. Клей жағамыз. 1-2 секунд ұстаймыз. Енді қоя қоямыз. Кірпіктің үстіне.
Қойылды. Енді келесі кірпік бізде. Клей жақтық. Үрлейміз 1-2 секунд. Енді қоямыз. Алдыға келе салайық. Артық шыққан жерлер болса, клейден қалған қалдықтар болса, сүртіп тастауға болады. Жалпы біздің 3D макияжымыздың жасалу техникасы осы. Көзді барынша үлкейту, көзге акцент беру ең бастысы. Ең соңында спрей фиксатор себеміз. Бұл макияжымызды ұстап тұрады ұзақ уақыт. Осымен жалпы 3D макияжымыз дайын.